Балалар бүгін бәрін қандай жайнап әдейі отырсыңдар, тамаша. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы, тамаша. Онда сабағымыз да жақсы болады. Ал балалар күніміз берекелі болу үшін бір-бірімізге сәттілік тілеп қояйық. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Тамаша. Отыр. Ал енді балалар, бүгін үйге қандай тапсырманы орындап келдіңдер? Ал Бейсенбаев Мансұр айта ғой. Жамбыл Жамбаев, Алатау, мәнерлеп оқу. Тамаша. Дайынсыңдар ғой, иә? Иә. Ал енді көрейік, бізде қандай жүйрік жақсы оқитын балалар бар екен. Ал қане Мансұр оқи ғой. Алатау, дүзелген тауы, бал жәнді судың, үстіне орман, тоғай біткен нудың, дариядай сол тауылың дуаптасып, көйесін, тамашасын, аққан судың, есепсіз тау сүйетті қыз жетпейдің, жылауға қазынасын көпті жетпейдің, өрік пен орман, амыл жемісті көп, бұл татсан аузынан ләм кетпейтін қалы. Тамаша, отыр ал. Ары қарай Бейсенбаев Мансұр жалғастырсын, иә? Әрине болады. Қарап отырамыз кітаптан. Екі мұнар кетпес, сырласып бұлттар менен болған кептес түрлі анда мен кем етіп өмір өсіп жүрдер бірімен бұл тілектес. Арыстан, аюға, қасқыр, түлкі, борсық, сілеу, сын, жолбарыстар түнде жортып тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақ салар балалық шоршып. Жақсы отыра ғой. Бұдан да жақсы оқуға болады. Алды аяғы оқи ғой. Жамбыл Жабаев, Алатау, түзілген таулары, бар жеті сынды, ішінде орман тоғай біткен будың, дариядай сол таулардан тулаптасып, көресің тамашасын аққан судың, есепсіз тау суретті көз жетпейді, жолауға қазынасы көптің жетпейді, өрік пен алма алу жемістер көп, бір татсан аузынан дәм кетпейді. Тамаша, жарай Байсамұл оқи ғой. Қарлы тау басы биік, мынау кетпей сорласып, бұл да мейір болған кептес түрлі аңда мекен етіп өніп өсіп жүреді бір-бірінен боп тілектес. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, басық, сілеусін, Асық бар. Борсық. Сілеусін, жолбарыстан, Тәтті қолыңа оқыш. жолбарыстан, төлде жортып, тулаған аққан бұлақ қолында асаудай ойна салар балық шошып. Шошып. Бірақ кітапты дұрысқа бөлем, иә Байсамұл? Отыра. Келесі алдарған оқи ғой. Жамбыл Жабаев, Алатау.
жетісудың ішінде орман толай біткен мудың дариядай сол тауларды тулап тасып көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп тілі жетпейтін. Өрік пен алма алмұрт жемістер көп, бір татсаң аузыңнан дәм жетпейтін. Арзан айтқане Назерке оқысын, қарап отырмыз, балалар. Қай жерде оқып қане? Қолымызбен көрсетіп отырамыз. Қарғы тау басы биік, мына кетпес сырласы бұлттарменен болған тектес түрлі аңдар мекен етіп өніп өсіп жүреді бір-бірімен бұл тілектес. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, борсық, сілеусін, жолбарыстар түнде жортып тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақ салар балық шоршып Нүкте иә? Әдемі айтқаймыз. Тамаша. Ал, ары қарай қане. Алиша оқи қой. Жабай-жабай алада тізілген таулары бар жетісудың ішінде орман толған біткен нудың. Дария да сол таулардан суға сасып көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау сурет көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп тіл жетпейтін. Өрік пен алма алмұрт жемістер көп, бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін. Қарулы тау басы биік, мына кетпес сырласып бұлттарменен болған тектес. Түрлі аңдар мекен етіп өніп өсіп жүреді бір-біріне боп тілектес. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, борсық, сілеусін, жолбарыстар түнде жортып тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақ салар балық шоршып. Балық шоршып, иә? Жақсы. Ал енді балалар, сендер бәрін жақсы оқып келген екенсіңдер, иә? Енді сендерге бір барлықтарына ескерту, оқығанда жаңағы екпін салып оқыңдар, иә? Әр сөзге екпінмен оқыңдар. Содан кейін сөздерді анық оқуға тырысыңдар, жақсы ма? Бүгінгі балалар бәрін жақсы оқып келіпсіңдер. Ал енді маған айта қойыңдаршы балалар, Жамбыл Жабаев деген кім? Аяғы ойда ғой? Тамаша, халық ақыны. Ол қазақтың мақтанышы. Ал енді балалар айта қойыңдаршы, Жамбыл Жабаевтың қандай өлеңдерін білесіңдер? Тыныш. Өлеңдерін ары қарай оқиды, жақсы. Ал енді балалар алдарында тұрған қағазға Жамбыл Жабаев туралы мәліметті жаза қойыңдар. Не білесіңдер Жамбыл Жабаев туралы? Соны қағазға жаза қойыңдар. Ол кім Жамбыл Жабаев? Ол қай жерде туған?